Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Ораза туралы. Ораза адам нәпсісін тыйып, рухани өсуге, өз бойындағы жаман әдеттерден арылып, көркем мінезін тәрбиелеп, қалыптастыруға мүмкіндік беретін ғибадат. Қазақ дәстүрлі қоғамында ораза ғибадатын өтеуге байланысты ислам әдебімен орайлас халықтың тұрмыс салтында етене болып қалыптасқан игілікті дәстүрлер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өсиетіне сай оразаның мұстахабын орындаса сауап, орындамаса күнәсі жоқ. Орындау үшін таң сәресін шүйіркелесіп ішу отбасының берекесін кіргізеді. Рамазан айында өзара ауызашарға шақырысу дәстүрге айналған. Хадистерде ораза кезінде мұсылманның өзін өзі тәрбиелеп, мінез құлқын қалыптастыруының негізгі шарттары белгіленген. Ауыз берік адамның бос сөзден, орынсыз әрекеттерден бойын аулақ салып, жаман істерден тыйылуы, ғибадатын арттырып, бос уақытын дін іліміне тереңдеп, зікір, салауат айтумен өткізуі абзал. Бұл да оразаның сауабын арттыратын амалдар. Оразаның қоғамдағы пайдасы жаратушы мен адамдар мен әлем арасындағы түсіністік артып, мейірім артады. Адамдар ырзық несібенің қадірін түсініп, дәулетті мен жоқ-жітік арасында байланыс орнайды. Парыз оразадан басқа уәжіп, сүннет, мұстахаб, мәндүп, нәпіл, мәкру оразалар бар. Ораза белгілі бір себеппен бұзылған жағдайда қазасын өтеуге болады, ал себепсіз қасақана бұзылған ораза өтеуіне каффарат оразасын тұтынады. Ораза бір нәрседен алыстау. Шариғат терминінде ораза ұстауға күші жеткен адамның ниет етіп, екінші шанақтан бастап күн батқанға дейін оразаның бұзатын нәрселерден сақтануы. Ораза белгілі бір уақыт ішіп жеуден, нәпсі қалауларынан тыйылу. Мұның парызы ішіп жеу мен құмарлық сезімдерден сақтану.